Менің қазақша YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін қазіргі таңда өте кеңінен таралып жатқан біздің Орео пирогымызды дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Дайындалуы өте оңай және дәмі ерекше. Ең алдымен сары майымызды осылай ерітіп, үстіне қантты қосамыз, бір жұмыртқаны саламыз, жақсылап араластырамыз. Қантыңыз бен жұмыртқаңыз толықтай еріп бір-бірімен араласқаннан кейін үстінен ұн, какао және разрыхительді дәл осылай араластырып, разрыхительден өткізіп аламыз. Содан соң бөліп қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қамырыңызды илеп, толықтай барлығы біркелкі болғаннан кейін пакетикке салып, холодильникке салып қоя тұрамыз. Бұл бізде пирогтың тестісі, яғни бұл сметанник пирогқа өте ұқсас, тек қана какао қосасыздар. Жақсылап иленген қамырыңызды холодильникке салып қойғаннан кейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізде 20% қаймақ, яғни сметана деп айтылады. Соны аламыз, оның үстінен қант қосамыз, 2 жұмыртқа қосамыз. Жалпы осы видеодағы пирогқа кететін барлық рецепті мен видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Сол бойынша жасасаңыздар, сіздерден де дәл осындай жұп-жұмсақ, өте әдемі пирог шығатын болады. Неге қаймақтың үстіне қантты салдым, 2 жұмыртқаны қостым. Жақсылап араластырамыз. Содан соң 1,5 қасық кукурузды крахмал қосамыз. Неге мына менде крахмал. Одан кейін жақсылап шайқап араластырамыз. Осындай толық барлығы еріп, бұнда да масса дайын болғаннан кейін біз Орео печеньемізді 3 бөлігін майда бөліктерге бөліп, осы тестіға араластырып жібереміз. Кескен кезде дәмі өте ерекше болып шығатын. Осы пирогтарға дәм беретін осы біздің Орео печеньеміз. Бұларды да қосқаннан кейін тағы да бір шайқап дайындап қоямыз. Сонымен біздің салмамыз дайын болады. Енді холодильникке жіберген тестімен жұмыс жасайтын боламыз. Формаларыңызға байланысты негізі формаларыңызды дайындап, соның ішіне жаңағы қамырымызды салып формаға келтіреміз. Яғни жан-жағын шығарып, дәл сметанник сияқты дайындайтын боламыз. Жалпы менің YouTube арнамда бұдан да басқа әртүрлі чизкейктердің, хит болған дубайский чизкейк, тары чизкейк, шоколадтардың, торттардың, әртүрлі пирогтардың рецептісі бар. Барлығы мастер-класстан алынған. Сол бойынша жасасаңыздар, сіздерден де бір жасағаннан шығатын болады. Өзім оқып сатып алған мастер-класстарды видео рецепт етінде салғанмын. Каналыма жазылып, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай формаға орналастырып шықтым. Содан соң жаңағы дайындап қойған массаны барлығын біркелкі етіп құйып шығамыз. Құйғаннан кейін қызып тұрған пешке саласыздар. Қызып тұрған пеште 30 минутта пісіп шығады. Және де бетіне жаңа алып қойған толық печеньелерді қойып шығыңыздар. Бұл әдемілік үшін. Піскен кезде де дәл солай болып тұрады. Ешқандай печеньелеріңіз күйіп кетпейді. Қойып, қызып тұрған пеште 30 минутта пісіп шықты. Піскен кезде өте әдемі, иісі де керемет болып шығады. Құрамына кететін заттары да барлығы қолжетімді. Бір жасағаннан шығатын біздің Орео пирогымыз толық пісіп шықты. Суығаннан кейін барып формадан шығарасыздар. Содан кейін барып кесіп көресіздер. Формасын ұстаған, өте жұп-жұмсақ біздің Орео шоколадный пирогымыз дайын. Шайыңыз дәмді болсын. Сіздер жасап көріңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Кескен кездегі бөлігі өте әдемі болып шықты. Қолдың творогы болса, оны да қосып жіберуге болады, бірақ сметаның өзімен де өте керемет болып шығады. Көргендеріңізге барлығына рахмет, сау болыңыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.